Ama hükümeti депутаттар, hükümeti Қайрат Бойлы, hükümeti жиынға қатысушылар. Қазақстан Республикасы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңын қарап отырып, аудандық мәслихаттың кезектен тыс 25 сессиясының жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Аудандық мәслихаттың сессиясына қатысуға тиісті 13 депутаттың бүгінгі сессияға 13 депутат қатысып отыр. Сессияның қатысушы депутаттардың саны сессияны ашуға толық өкілеттік береді. Сессияны ашу жөнінде кімде қандай ұсыныс бар? Сессия ашылсын деген депутаттардың қол көтерулерін сұраймын. Қалыс бар ма? Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 25 сессиясын ашық деп жариялаймын. Құрметті депутаттар, баяндамашыларға және сұрақтар мен жауаптарға мәслихаттың регламентіне белгіленген тиісті уақытпен аспауы тиіс. Сессияның жұмысын қамтамасыз ету үшін сессияның жұмысшы органдарын сайлап алуымыз керек. Сессияның есеп комиссиясында депутаттар Мақсат Ерубаев, Ардақ Анзиев, редакциялық комиссия құрамына Бекзат Төкеев, Болат Бәзірбаев сайлансын деген ұсыныс бар. Қалай қарайсыздар? Басқа ұсыныс болмаса, онда ұсыныс қабылдасын деген депутаттардың қол көтерулерін сұраймын. Қарсы бар ма? Ұсыныс қабылданды. Сессияның жұмыс тобы құрамы сайланды. Құрметті депутаттар, бүгінгі сессияның күн тәртібін бекітіп алуымыз керек. Күн тәртібінің жобасы сіздерде бар. Бірінші, Отырар аудандық ауылдық елді мекендерінде жұмыс істеуге және тұлға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіп кешенінің саласындағы қызметшілеріне 2025 жылы көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін бюджеттен кредит беру туралы мәселесін бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізсін деген депутаттардың қол көтеруін сұраймын. Қарсы жоқ. Екінші, Отырар аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 24 желтоқсандағы нөмір 23/132-8-2025 жылдарға арналған ауылдық округтердің бюджеттері туралы шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселені бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізсін деген депутаттардың қол көтеруін сұраймын. Қарсы бар ма? Күн тәртібіне енгізілді. Үшінші, Отырар ауданы мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы нөмірі 22/126/8-25 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселесін бүгінгі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Қарсы бар ма? Күн тәртібіне енгізілді. Бүгінгі сессияның осымен күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарауға көшеміз. Отырар ауданының ауылдық елді мекендерінде жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіп кешені саласындағы мамандарға ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратының мемлекет қызметшілеріне 2025 жылы көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттен кредит беру туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз экономика және қаржы бөлімінің басшысы Көлбай Асқарға беріледі. Құрметті депутаттар, бүгін сіздерге ұсынып отырған аудандық мәслихаттың шешім жобасы ауылдық елді мекендердегі білікті мамандық толтырудың бірден бір жолы дипломмен ауылға бағдарламасы. Бұл мемлекеттік бағдарлама 2009 жылдан бастап қолға алынған болатын. Бағдарламаның басты мақсаты ауылдық елді мекендерге мамандар
ағынын арттыру, олардың қатарында денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіп кешен саласындағы мамандарға ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдер аппараттарының мемлекеттік қызметшілері бар. Бұл ретте ауылда өмір сүріп жұмыс істеуге келген жас мамандарға әлеуметтік қолдау шаралары барынша тілге тиек ету қажет. Әлеуметтік қолдау деп отырғанымыз бірыңғай көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алуға немесе салуға арналған бюджеттік кредиттер. Аталған бағдарлама ауданымызда 2009 жылдан бүгінгі таңға дейін 212 маманға бір жолғы көтерме жәрдемақы аудандық бюджет есебінен беріліп келеді. Атап айтқанда, денсаулық сақтау саласы бойынша 108 маман, білім беру саласы бойынша 71 маманға, мәдениет және спорт саласы бойынша 14 маманға, агроөнеркәсіп кешен саласы бойынша 18 маманға, әлеуметтік қамсыздандыру саласы бойынша 1 маманға берілді. Жалпы көлемі бүгінгі таңға дейін 47 миллион 481 мың 800 теңге берілді. Тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін республикалық бюджеттік қаражат есебінен бүгінгі күнге дейін барлығы 103 маманға 15 жыл мерзімге бюджеттік кредит берілді. Атап айтқанда, денсаулық сақтау саласы бойынша 60 маманға, білім беру саласы бойынша 31 маманға, спорт саласы бойынша 3 маманға, агроөнеркәсіп кешені саласы бойынша 8 маманға, әлеуметтік қамсыздандыру саласы бойынша 1 маманға берілген. Жалпы көлемі 357 миллион 564 мың 890 теңге берілген. 2024 жылы 100 есеге тең сомада көтерме жәрдемақы 19 маманға берілді. Жалпы көлемі 7 миллион 14 мың теңге берілген. Қазақстан Республикасы ұлттық министрінің нөмір 78 бұйрығында белгіленген айлық көрсеткіштің әр жылға шаққанда 100 есеге тең сомада көтерме жәрдемақы аудандардан келген мамандар үшін айлық көрсеткіштің 2500 еселенген мөлшерінен аспайтын сомада, ал ауылдық елді мекендерге келген мамандар үшін 2000 еселенген мөлшерінен аспайтын сомада бюджеттік несие есептеліп беріледі. Сонымен қатар 2024 жылы 4 маманға республикалық бюджет қаражат есебінен, оның ішінде 2500 есеге тең сомада тұрғын үй сатып алуға немесе салу үшін әлеуметтік қолдауға 1 маманға 9 миллион 230 мың теңге берілді. 2000 есеге тең сомада тұрғын үй сатып алуға немесе салу үшін 3 маманға 22 миллион 152 мың теңге қаржы қаралып болуын берілді. Кеше тыңдап қойдық қой, жалпы сұрақ жоқ қойғышы болады. Тұрақты комиссия болған. Бәріміз оқып отырдық. Кеше тыңдалған. Депутаттар не дейді? Сұрақ жауаптарыңыз болса, жауап беруге Сұрақ бар. Кеше сұрақ комиссия сұрақ қойдық. Мына жерде сіздің беріпсін, кеше айтқанбыз. Қай ауылдан заявка түсті, олар тізімі қайда, сосын кімдерге бұл тізімдерді берді деп қанағаттандырды. Не себептен қанағаттандырмады? Бұның бірден жоқ тізім берген мына тізімде. Бұл тізімде мына Мырзахан Мұхтар Мырзаханұлы деген ел белгілі ғой мәслихаттың төрағасы. Бұл енді кредит алды 2013 жыл. Енді тағы да одан кейін мына көтерме қаржы тағы алды 2009 жыл. Дәл осылайлар көп. Мысалы мына келесі Мұхаммед Мазумы дейді. Бұнда 2 миллионнан аса кредит алған. 2011. Ал енді 2013 тағы көтермеден тағы алған. Содан кейін Нұрбеков алмады. Мына ішінде қайтадан отыр. Сонда бос адамдардан алу керек па? Басқа елге керек емес па? Кредитте мәслихат хатшысының баласы ба Мырзахан болды? Білмеймін, Мырзахан болды, Мырзахан басқа да ма? Мен басқа да білмеймін. Жақсы Мырзахан басқа болсын. Ал қалай мысалға, осы адамдардың бәрі екісі тізімде де жүр. Басқа елде жоқ. Мен сұрағаным, әр ауылдан қанша заявка түсті, қашан түсті, неге қанағаттандырмады деген мәселе. Ал енді елдің арасында әңгіме жүріп жатыр. Оның бәрі кредиті де, мына көтермесі де, тамыр танысты таратып кетеді. Өткенде мен әкімдің өзінше осы жерде бір адамның ұсынысын маған тастағанын бердім. Әлі тізімге кірді ме, кірмеді ме, жауап берген жоқ. Ол депутаттық сауал. Оған не жауап бересіз? Береміз. Өткенде өзіңіздің ұсынысыңыз бойынша түрлі жол көтерме жәрдемақымен бюджеттік несие беру туралы өзіңіздің қолдарыңызға қарап беріп қазіргі таңда жаңа айтып өткендей осы таңға дейін 212 маманға берілген 209 жылдан бері.
бұл жерде 78-ші бұйрықта Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің 78-ші бұйрығында бір мезгілде көтерме жәрдемақымен бюджеттік несие беріледі деп атап көрсетілген. Бір маман көтерме жәрдемақыға да және бюджеттік несиеге де бір мезгілде аяқ беруге болады. Не жоқ. Осыдан мысалға 2014-те бір алады да 2012-те алғанда ол кезде кезектен болған. Қазіргі таңда отбасы қаншалары комиссияда нақты сұрақ қойдың ба? Қай ауылдан қанша заявка келді, қашан келді, қалай қанағаттандырды, әр ауыл бойынша кезекте тұрғындарға айтып берсеңізші, қанша адам бар? вот міне биыл басталған жоқ қой. жоқ былтыр қазіргі былтырғы бар мына жылы бар қанша адам былтырғы берілген кезекте тұрғаны қанша адам? кезекте қойылғандардың барлығын қанағаттандырып берілді. қазір кезекте ешкім жоқ па? Қазір кезекте енді басталады. Қаржысы шілде тамыз айларына қаралған. Біз әлі қабылданған жоқпыз. Мынандай болған, университет бітірген студенттер 3 жыл оқу бітіргеннен 3 жылдан бастау керек. Содан кейін барып бізде жылдың басында лимит беріледі. Осы менің білуімше 22-де ме бір қаржы бөлінген, оған адам болмай қалып қаржы келмей қалды. Сондықтан средний бір жылдың алатын қанша адам болады? Биыл жылы 6 маманға беріліп отыр. Ал бюджет кредит. Жоспарлап отырса бұл. Облыстың белгілеп берген. 6 маман деп жоспарлаймыз жылға. Оқу бітіреміз. Солардан егер артық келіп жатса, біз қосымша қаржы сұрап, егер талаптарымыз сәйкес келетін болса, алып береміз. Қайреке ол положение түсінікті, берілетін жағдайы. Мен сұрап жатқаным 2009-дан 2024-ге дейін бар жоқ алтақ адамдар бізге маяқын. Енді 14 жылда. Бұның негізі қалай? Содан кейін мен сұрап жатқаным, заявка кімнен түсті, қашан түсті? Өткендегі заявка әртүрлі. Содан кейін елдің арасында жай сөз шықпайды ғой. Маманның өзіне келеді. Ертең тыңдасын, ішінде қазір сессияны тыңдап отыр. Бірен-бір Енді ол кісінің енді берілді. Ondan sonra ешқандай бұл жерде сыбайласты, анау нелеген жоқ деп айтып қой. Тазалап, мына келген дегенде. Мен тағы да запрошта депутатсың, онда маған жазбаша беріңіз. 2009-дан бері майоқынан қанша рет заявка түсті, оның қаншасы қанағаттандырылды. Болмаса бүкіл аудан бойынша беріп депутаттардың бәрі танысты. Беріп отырмын. Депутаттар қалып отпай. Болды, мен сұрақ запрос бердім. Сұрақ кімдер болды? Депутаттар. Болды. Кезек қойғанбыз. Хабарламасы сұрақ жоқ болса, онда депутаттар осы мәселе бойынша шешім қабылдауы керек. Шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда. Шешімнің жобасына пікірлеріңіз бола ма? Онда шешімді дауысқа қоямын. Шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеріп дауыс беруін сұраймын. Сүрейді қарапсан, қарма, сабыстарма. Ақпарат құралдарда жариялау керек бұны. Рахмет, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, сессияның күн тәртібіндегі екінші мәселеге көшеміз. Отырар аудандық мәслихатының 2024 жылы 24 желтоқсанда нөмір 23-32-8 2025-27 жылдары арналған ауылдық округ бюджеттері туралы шешімдер өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша экономика бөлім басшысы Құрбай Асқарға беріледі. Құрметті депутаттар, 2024 жылдығында аудандық мәслихат шешімінің ауылдық шеңберіне өзгерістер енгізу бойынша баяндамасын ұсынып отыр сіздерге. Жалпы бұл ауылдық әр ауылдық күндегі қауымдастықтың хаттамасын енгізілген. Бұл жерде биылғы жылға жалпы көлемі 95.537 теңгеге кірістер ұлғайтып отыр. Оның ішінде былтырғы жылғы 48.606 теңге жыл соңында артып түскен салықтардың есебінен құралып отыр. Өзіндік кірістер есебінен 46.930 теңгеге қосымша ұлғайтып отыр. Қазір енді мен сіздерге әрбір ауыл бойынша жеке-жеке атап өтейін. Оның ішінде бірінші Қарақоңыр ауыл түрінде былтыр жыл халық қаражат 477 теңге болған. Оның бағытталуы ауыл түрінің санитариясын қамтамасыз ету бойынша ұсынылып отыр сізге. Яғни мынау Ерманов, Түркбай, Қалдаяқ көшелерінің тазалығын жұмыстары жүргізу үшін.
Екінші бізде Көксарай округы жергілікті қоғамдастық жиналысының хаттамасы негізінде кірістер бойынша жалпы 5 миллион 636 мың теңге ұлғайтылды. Оның ішінде былтырғы жылға қазық қаражаты 5 миллион 636 мың теңге құраған. Шығыстар бойынша құрметті төраға, қай ауыл депутаттарына керегін айтшы да, маған мысалға Қарақоңырға мен өзім керегімді толық қойдым. Оларға Қарақоңырдың керегі жоқ па? Қайсысына керек сол ауылда оқыту. Ол ана күн талқылағанбыз. Оның ішіне оқысаң сен кешке дейін оқысың. Кімде бар сұрақ? баяндама мен сұрақтар өзбекстан қауымдастық хаттамасы негізінде түсірілген. Ал енді сұрақтарыңыз болса әр ауылдың Кім неден ойын сол қойсын. Құрметті депутаттар, сұрақ қойыңыздар. Төрағам, мынау қауымдастық мәселесі бойынша екінші болды депутат үкіметінде әлі айтып келе жатырмыз, қауымдастыққа депутаттардан қосылсын деген. Әлі қосылған жоқ қой мәселе. Ол күйі бар. 70-80% депутат қауымдастықтың құрамында жоқ. Негізгі мәселе ауыл әкімдерінің есеп беруінде осы мәселе неге қосылмайды? 2 жыл болды. Ол енді мынандай проблема болмаса, сол жерде шешіп келіп, осы жерде уже без проблем шешеді. Сол депутаттар мына жүйе бойынша кім ауыл әкімдерінің бәрі келген өкілдері жауап берсін де осы. Жеке. Есім бір көрі бар, сайлар бар ма, бізде қауымдастық қалай болады? Сол бар ма, олардың жаңағы сайланған біздің қоғамдастық сияқты. Олар бүгін айтқан қоғамдастық халық өздері сайлаулар. Мысалы мен өзім жеке Төбе ауыл күнге барғанда осы депутатты ауыл әкімдігі комиссия халықтың өзі тартып өйткені жергілікті жерден сайлайды. Тура халық өз сайлап отыр. Бірақ ұсыныс айтылды. Ол тәртібі бар ма? Бірінші сұраққа сайламау ма олар қалай? Сол жерде келісім 4 жылға дейін сайланады. Келісім ақы. Біз бұл мәселені зерделеп қарап көрейікші. Қай ауылдан? Атказбек айтшы онда. Ақтөбе. Қай ауылдан? Ақтөбе ауылы өкілі. Жоқ, оны былай істейік. Құрметті депутаттар, мен зерделеп заңды толық қарап шығайыншы. Ұсынысты мен 3-4 адам болмайды дегенге болмайды. Бүкіл ауылдың адамдары қарап шығайық. жауап беру болмайды. Депутаттар қарап шығайық, қосымша айтамыз сіздерге. Заңды жолы бар болса, негізі депутаттар қатысқан дұрыс деп санаймын. Өйткені облыста ауданда өткен мәселені депутаттар көп жағдайда біледі. Мына жақтан қаржы қаралып жатыр, мына жақтан қаралып жатқан жоқ деген мәселе. Қарап шығайық, қосымша айтамыз сіздерге. Заңды қалай шешу жолы бар деп. Жалпы заң бойынша мына ауданда құрылған кез келген қоғамдық ұйымдар мәслихатқа подача есеп беруі тиіс. Заңда көзделген қауымдастық болсын, басқасы болсын, кеше құрылған қоғамдық кеңес болсын, мәслихатқа есеп беруі тиіс. Біз оны қазір бір жерден қате кетіп бір уәде кетіп болып ертең тағы отырсайық. Заңдылығын қарап шығайық, сосын айтамыз. Келесі сессияға Әкімнің орынбасарларына бәрі подача боласын қауымдастық деймін. Басқа кімде сұрақ бар? Құрметті депутаттар, сұрақ қойыңыздар. мен өз ауылым жақсы білемін. Сұрақ жоқ болды. Онда осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек, депутаттар. Шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда бар. Шешім жобасына ұсыныс пікірлеріңіз бола ма? Онда шешім дауысқа қоямыз, шешім қабылдансын деген депутаттардың қол көтеруін сұраймын. Түріңіздер қарсы дауыс бар ма? Қабылданды. Төраға бір өтініш. Ауыл әкімдері уәкілдер шығып кете берсе. Болғанда ауыл әкімдеріне рахмет. Мекеме басшылары қабыл қойса. Құрметті депутаттар, сессияның үшінші мәселесіне көшеміз. Отырар аудандық мәслихатының 24 жылғы 24 желтоқсанда нөмір 22-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы шешімнің өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша баяндама жасау үшін
экономика және қаржы бөлімінің басшысы Көлбаев сұрағы беріледі. Құрметті доктор, Қазақстан Республикасының 2008 жылы 4-ші желтоқсандағы бюджет кодексінің 109 бабының 5-ші тармағына сақталған талаудың 2025-27 жылдарға арналған аудан бюджетін өзгерістері бойынша Түркістан облыстық мәслихатының 2025 жылғы 9 сәуірдегі 16-2020-да 2025-27 жылдарға арналған ол бюджет туралы Түркістан облыстық мәслихатының 2024 жылғы 17 желтоқсандағы 14-480 шешімінде өзгерістер енгізілді. Түркістан облысы әкімдігінің 2025 жылғы 17 сәуірдегі 77 қаулысының негізінде жалпы бюджет трансферттер 1 миллиард 491 миллион 915 теңгеге ұлғайды. Оның ішінде ағымдағы нысаналы трансферттер қысқарған қаржы 683 миллион 380 мың теңгені құрап отыр. Қысқарған қаржылар жұмыспен қамту саласы бойынша жалпы облыстық бюджеттен 387 миллион 535 теңге. Оның ішінде әлеуметтік көмекпен қамту мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмектен 11 миллион 659 мың теңге. Қазақстан Республикасындағы мүгедектер құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту бағдарламасы бойынша оның ішінде мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтудан 125 миллион 419 мың теңге қысқартылып отыр. Процесстік ортопедиялық құралдармен қамтудан 44 миллион 498 мың теңге қысқартылып отыр. Мүгедектердің және мүгедек балалардың санаторлық курорттық емдеуін қамтамасыз етуден 200 миллион 959 мың теңге қысқартылып отыр. Жалпы көлемі жұмыспен қамту саласы бойынша 382 миллион 557 миллион қысқартылып отыр. Облыстық бюджет есебінен. Менде бір өтініш осы қазір тұрғыда қаралып отқан қаражаттың әр сала бойынша ғой. Сондықтан сіз мынаған қазір әлеуметтік саласына бір не алдыңыз. Қоятын сұрақ болса осыны әлеуметтік саланы толығымен шешіп алсақ. Оны кейін екінші сұраққа, үшінші сұраққа кетіп сессияны толығайтыңыз. Өйткені басында біреу, анаған біреу, мынаған біреу. Енді мынарадан менің сұрағым, бүткіл әлеуметтік саланың өткен тұрақты комиссияда өтініш айтқанбыз. Мынарадан мүгедектерге күн жоқ қой сонда. Қалай болады енді бұл? Дәл осы жерден мен тұрақты комиссияда осы әлеуметтік ненің төрағасы қайда? Мен осыған бұның басы егу емес қой. Бұл ертеңгі таяқтың астына қалайын деп отырмын. Ол қалай болады сонда? Оның шешетін жолдары қандай? Енді өткен жолы Жандос мырзам айтқандай, облыста барлық аудандарда енді мынарадан мүгедек емге 200 миллион теңге қысқарту деген мынау атқа жаққа кәсіп көреміз мына жақта. Болмайтын нәрсеге ақша бұл. Ал мынарада жаңағы нағыз болашақ мүгедектердің ертең жанының бәрі бұл шырылдап ауырып жатыр бұлардың бәрі. Поточный негеден олар қалай не қылады? Поточный негеден кейін уақыт неғып отырған бекен олар? бұл жерде өткенде өздеріңізбен жұмыстардың негізінде жұмыспен қамтудан арнайы аудан кеңесінің сұраныс жіберген қосымша қаржы. Бүгін жалпы барлық аудан облыс бойынша деңгейінде қысқартылған қаржыланған ештеңе айта алмай жүрміз. Бірақ сұранысты береміз. Бұл енді бұл мәселе мен өткенде мен де анықтағам. Аудандардың бәрінде басқа да 1 миллиард 2 миллиард қысқартылған. Қазір жалпы общий қажеттілікке байланысты қысқартылып жатыр. Алдағы кезде егер жаңағы осындай қатты қажеттілік болса қосымша қаржы береміз деген айтылған. Енді қазір зерделеп қарап көреміз, уточнениеде қосымша қаржы қойып беріп береміз. Менде бір сұрақ бар еді, мынау жұмыспен қамтуды отбасы болу орталығы деген жаңа мекеме ашылады ма? Жаңа мекеме ашылады. Бұл неге тапсырмасы секілді. Зорлық-зомбылық Түсіндіріп айтып берсеңіз. 10 штат қой. 10 штат. белсенді өмір орталығы бар, сол жерде бізде жалпы 20 қызметкеріміз бар. Соның 10 қызметкерін отбасы орталығына бөлдік. Үнемделген ақша бар, осынау кен қоғам мекемесінде 5 қызметкерді сақтамыз. Қатынау бөлімінде. Соның ақшасын қойып, өзіміздің ақшамызды отбасы орталығына қойып. Жалпы бұл мекеме сатылған 10 адамның оған ақша бөлінген шығар, оның ақшасы бюджеттен қосымша қаржы беріп отқан жоқ. Жұмыспен қамту бөлім ішінде қаржы өзіне қойылды. Бұл адамдар бұрын бөлімше алдыңғы сатқан 10 адам. екіге бөлініп тұр. Соның ішінде бөлініп адил мекеме қылып шығардық қой. Президент тапсырмасы бар. Менде бір өтініш енді мынау
аудан әкімшілігінің атынан да депутаттардың атынан да облыс әкімшілігіне жолдауын беріп бүткіл депутаттар қолдайды деп ойлаймын мен. Мына әлеуметтік салыққа және қысқартып отырған қанша мына 370 миллион 120 44 200 осының бәрін қосқандағы мынаның бәрін қайтадан орнына келтіріп осы ақшаны қайтарып беруін тиіс. Қолдаймыз Қабылдамайынша бұл құрғақ сөз жоқ болады. Болды, қосыламыз. Өте дұрыс. Ана шешімді өзгерсеңіз бұл. Осы мәселе бұл. Басқа сұраққа Шешімге başkalarınızda var mı? жоқ, сол шешімге өзгерістер Бұлар болып отырады бұл. Тоқаевтың ұсынысын ұсынуымыз керек соны. Бюджет бойынша шешім жобасына енгізілмейді ол. Бөлек кісілердің аттарыңызға ұсыныс хат болып жасаңыз шешімге Алда депутат сауал тұртаймыз. Иә. Хорошо болды. жазып аламыз. Екінші. Бөлінген автомобиль жолдары бұл қала бойынша Қазір егер мысалға депутат сессияда мәселені қоюдың қажеті жоқ егер бір шешім қабылдаймайтынбыз. Ешнәрсе сессияда қарайды. Қазір шешімге өзгеріс енгізу үшін жоқ қаржыны шешімге өзгеріс енгізе алмайсыздар. Ұлғайтуға деп көрсетуді шешімді. Осыны шығып жатыр. Әйтпесе сессияда несіне қарап отырмыз. Егер қаппен жіберетін болсақ, Бұл жерде облыстық бюджет дұрыс. шешім өзгеріс енгізіп қойған. Жоқ, онда облыстық бюджеттің өзі қабылдап кетсін, біздің қатысымызға. Шешім қабылдаймыз ба, көрсетуге, ондан ұлғайтуға деп жаңағы ұсыныс беруге деген Ұсыныс беруге деп шешімде сөйтіп көрсету керек деген. Сессияда қараудың қажеті жоқ. Әлжанның жаңағы ұсынысы дауысқа салды ма? Дұрыс, қолдаймыз, кері айтамыз. бөлінген автомобиль жолдарының саласы бойынша облыстық бюджеттен 300 миллион 845 мың теңге қысқартылып отыр. Оның ішінде ескішілік ақтөбе бағытындағы 9 шақырым автомобиль жолдарын мотожөндеу жұмыстары бойынша жыл басында 365 миллион 845 мың теңге берілген. Қазіргі таңда соның 65 миллион теңгесі қалдырып отыр. 300 миллион 845 мың теңге қысқартылып отыр. Яғни жұмыс бастау үшін қалдырып отыр. Осыған тағы бір сұрақ. Көлік және коммуникация кім айналысады үш жылда? Тұрғын үй бөлімі. Тұрғын үй бөлімі. Ал енді қазірден 65 миллионды ары қарай 300 миллионды жәрдегі қысқартылып отқан ақшаны болашағында ол жұмыс қалай тоқтап қоймай ма? 300 миллион 845 мың теңгені орнына келтіру үшін қандай жұмыс жасалынады? Ол өзі проект бойынша осы 360 миллион ғой жобаны. Бұл жерде қазір бізге ол зарядкілер ақша отыр, осы сессия қылысына. Содан кейін конкурс жарайды, переходящий аталады жайылды. Жеңімпаз келеді да, ол егер мүмкіндігі бар жеңімпаз өзінің тарапынан істеуге оған ешқандай қарсылығы жоқ. Оған біз сол талапты қоямыз, мүмкіндігі өздерінің тарапттарымен жұмыс аяқтап тастаса болады. Мүмкіндігі бар фирма болса да, қаржылар переходящий болады, келесі жылдары алынуы болады. Біз сол бойынша отчетпен жұмыс жасаймыз. 300 миллионды бір жылға ақшасын нервы капиталды ондай ақымақ адам жоқ шығар. Бұл жерде екінші мәселе өткен сіздерге айттым. 300 миллионды жолды кіріп тастап бір жыл бойы жатпасы деген мәселе айтып отырмыз. 65 миллионның жұмысын ауылға кіреберші болмаса бір жерін анықтап беру керек. Біз одан бөлек жаңа ертең күзге қарай көп қаржылар игерілмей қалады. Күзге қарай да сентябрьде көп құрылысқа беріледі, жаңағы сот болады, басқа болады. Сондай мәселемен қосымша қаржы алдыруға тырысамыз. Бірақ мен жаңағы бізде бақылаймыз. Берілген қаржы осымен қазір 65 миллионның қанша бір километр болатын болса, басқа болатын сол жолдар жөндетіп. Бар жол 7 километр емес па? 9 километр. Олар елдің ішіне шеңгерген 9. Главный жаңағы жол 65-9-ға бөліңізде сонда қанша километр жұмыс келетінін белгілі болып табылады. жерде жолдың бәрін кіріп тастаудың қажеті жоқ. Болашақта Қажымхан бабаның мынау кеше 7-ші апрель бір атақты нелермен жақсы аталынып өтті. Жағына темірландағы кесенесімен 30 кесененің ортасы біздің байланысты болады. Бүткіл Қазақстан азаматтары келеді. Әлі хабар сіздерге де келді. Біз сондықтан сол жер жәндегіде жолдың сапасы өте жоғары деңгейде болу керек қой, соған дейін өтірмейді. Ал переходящий болатын сол келесі жылы бүгін келіп жатқан қонақтар оңбай жолмен жүрсе ертеңгі таяқтың кетеді ғой, ауданымызға келді. Осы мәселені ойлау керек.
Менде бір сұрағым бар. Мынау 2025-ке берілген төселінетін жолдар, автомобиль жолдары бойынша да, мысалы, әр ауданда, әр ауыл әкімшілігіне әртүрлі ақша берілген ғой, сметінде бір ауылда 1 метрге 30 мың теңгеден түскен, бір ауылда 24 мың теңгеден түскен, бір ауылда 27 мың теңгеден түскен. Бұл қалай сонда бір елді мекен, бір ауданда әр ауыл елді мекенге әртүрлі бағада асфальт төселе ме? Мысалы, мына бағасын өздеріңіз логически есептеп бөліп қарасаңыздар, метражына. Мына жерде мына Көксарай елді мекенінде 27 мың теңгеден метріне түсіп тұр да, асфальт. Ал мынау Көкмардан елді мекенінде 30 мың теңгеден түсіп тұр. Ал мына Көксарайдың екінші көшесіне 24 мың теңгеден түсіп тұр. Соны мен түсінбедім, неге ондай ауытқулар бар деймін де, бәрі бірдей болмай ма? Наоборот, мынау талапты орталыққа жақын, Көксарай ары ұзақ. Сондай мына сметаны істеген уақытта қарамайсыздар ма бағасына? Ауылдың ішінде кейбір көшелер тар болады да. 4 метр болады. 4 метр. Ал кешендегі сиятын көшелер біз 4,5 метр басып. Одан кейін жаңа арасында перевозка да мейді. Ол соған байланысты. Дұрыс қой, перевозканы айтып отырмын мен. Перевозка Көксарай ары ғой. Негізгісі бұлардың жаңа көшенің мына еніне байланысты. Кейбір ауылдар көшесінде 4,5 метр көшесі. Жоқ, сендерде проектіде барлық ауыл елді мекендерге бір жолдың енін беріп, әртүрлі енін бермейді. Көреміз ғой, встречный жүрген уақытта машина әрең өтеді. Мен біліп отырмын ғой. Иә, дұрыс қой, ені сіздерде сметный документацияда бірдей болады ғой. Неге мынандай ауытқулар бар деймін да? Неге бәрікі бірдей болмайды? Жаңа біз дербектің жасағымыз мысалы бір көшелерде талаптың ішінде burada салттың ішінде 4,5 метр сыймайтын болса 4 метр берді. Ол жерде де соған байланысты ақша істемейді. Өйткені бір көшенің бойында 56 теңге болса, оның бәрін былай қарай кейін жылжыту мүмкін емес та. Сол себептен жаңағы өтініш жоқ, бұл жерде метраж көрініп тұр ғой. Ақшаға байланысты ма? Біреуге Жоқ, аз болғанда көп болғанда метраж көрініп тұр ғой, метраж көрініп тұр. Метраж көрінгеннен кейін сондай болу керек, қымбат болмау керек. Бірдей болу керек қой бәрі. Бір нақты істеп отырсыз, мына көшеде 6 жерден труба қоясыз да. Бір көшеде 6 жерде арт болады, арт болады да. Ол жерде сіз труба қоясыз, цемент жасайсыз, соның бәрін дұрыс. Оны асфальт төсеу үшін жылдан 1 жыл 2 жыл алдын тас төсеп дайындалады. Дұрыс қой? Біздің ауыл елді мекендерге бірінші тас төсетеміз. Ол 1-2 жыл жатқаннан кейін асфальтқа түсіп дайындалып тұр. Бетін тұрақты, мен қанша көшелер істеп жатырмын, бетін тұрақты тас төсемейді, бетін асфальт төсеп отырды. Бәрі жерде бірдей. Не мына бағасын менің ауытқуларын мынаны түсіндіріп беріңіз, келесі жолы мына асфальт неғанды бәрінің бағасы бірдей болсын. Мына әртүрлі ол бірдей бола алмайды ол. Неге бірдей болмайды? Бірдей болмайды. Себебі менде мысалға тас төсегеніне 10 жыл болғанда, соған заят мен смета жасаған кезде мен 10 сантиметр тасымен қосып бердім. Ал сіздіңге былтыр тас төселсе, оның үстіне тас төселмейді. Сондықтан асфальт қана басып береді. Сол жерде смета алып береді. Мысалға бір көшеде жаңа айтты мен 4 труба қойдым да, 4 трубаның өзі 1 миллионнан 4 миллионға кетіп қалды. Ол бәріне бірдей қойыңдар деймін ғой. Бір көше мысалға 4,5 метр болады, бір көшенің 4 метр болады ені. Бұл жерде барлығы бірдей қойыңдар түсіндіріп айтып бірінші. Мен ол ЖКХ-ның несінен айтып жатырмын. Неге ауытқулар бар? Түсіндіріп беруге болатын шығар. Мен түсінбегенім сұрап жатырмын. Неге ауытқулар бар жатыр жерде? Сіз айтасыз, Сабир сіздің айтып жатқан ғой. Біздер, жаңа айтып, біздер мысалға ауыл белгісінде өтіп жатқан көшелер біз неден өткізсек проектке ақша бермейді. Ауыл белгісінде сол жерде ол жердің өзінің талаптары бар. Снег бойынша өткізудің олардың астында 20 сантиметр тас береді, 15 сантиметр тас береді, 10 сантиметр тас береді. Олар сосын жолдардың жанында обочина обязательно тастан обочина болу керек. Ал бірақ квадрат метрі толщинасы 5 сантиметр болса, основание соған өзгереді. Оның ішінде перевозка да бар. Обочинаны Аққұмға былтыр істелінген де жоқ мысалы. Аққұмға асфальт төселді, обочина істелінген жоқ, сол қалды. Айқайлап қалды жол. Аққұмда біз 5 литр жасадық. Ол жерде біз 5 сантиметр асфальт бердік. Ол обочинамен асты 20 сантиметр. 100 миллионға шығып кетеді бір көшенің. Yok dostum şimdi simetin sonu gidelim Mustafa Seviler'in bu ses. Çevrede köşelerde aboş istemiyor bu sefer sorun ayrılsa. Ben tüm Nurcan, o yüzde aytmadım ben.
Обочина серілет деп жатыр. Сосын обочина серілет деген Обочина біз былтыр көшеден қойып айтқан жоқ. Мен сан бастығына сұрақ қойып жатырмын. Сексияның колхоз жүрмеңдерсің, не болды? Анау сұрақ қойып жатыр адамдар. Бұл жауап кезекпен кезек сұрақ бар. Жаңа менің бір экспедиция корпусы бар ма? Жаңа жердің бар ма? Ол экспедиция корпусы сақтау. Саратова корпусы қашан шықты? көшені экспедицияны біз проект жасап жатқан кезде ауыл еместің көшелерін біз профессионалдан өткізбейміз. Бірінші біз экспедицияны өткізіп аламыз. Сол бойынша олар жұмыс істейді, одан кейін соларды қашан шықты деп тұр ғой. Сөз көздерінің бақсы айтса жоқ. Экспедиция қашан январда шыққан жоқ. осы 2025 январда алып сөйтіп жоқ, ноябрьда алып біз облысқа ұсын декабрьда бекітілді. Ноябрьда Мына жолдар бойынша қысқаша түсіндіріп Жоқ, басқа кімде сұрақ бар екен? бір екеу жаңағы жолдар бойынша кейбір жолдар асфальтын қыру керек болады, кейбір жол тас жолдар оның бәрі бір бағада ровно болу кішкене қиындау. Арасында райцы үлкен болып кетпесін, оны қараймыз біз. Ал жаңағы 3 мың теңге райцы ол бұл тұрады. Енді мына жол бойынша болып отыр ғой, коммунальный. Кеше тұрақты комиссияда айттым. Мына Қытай мақта егіп отыр ғой, қазір қанша транспорттық жолдың бәрін бітішті шағылдың ішінен бастап. Концессиялар сонда шешімге алу керек. Мақта егіп өткізіп бар, шағылдың тіркеудің десі сонда шешімді. Ол жаңа шешімді қосымша, одан кейінгі ұсыныс мына көксіре шағылдың жолын Қытай мақта егу мекемесі арқылы жөндету и мерзім көрсетті. Бұл қашанғы елдің бәрі сүрінді жоқ болады. Ма жауап берсін. Одан кейінгі тағы үшінші мәселе мына жерде сартуын көрсетіп тұр, Ақтөбенің мақындағы сартуы ол да? Ал енді маяқтың төрт көшесі сарылған жоқ қой. Бұл басқа үшінші мәселе. Ана екеуіне шешім бойынша. Менде сұрағымыз өткенде тұрақты комиссиялардың отыруының саулығыменен қымбатты депутаттар қазір мынау енді Қытай деп отырмыз ғой, фактически бұл жерде Қытайдың нөмірімен жүргенменен олар біздің облыста еш жерде тіркеуде жоқ. Бірақ істеп жатқан мекеме Қазақстанның мекемесі. Қытайдың азаматына 1 гектар жер, 1 метр жер берілген. Оны істеп жатқан осы Түркістан облысының фирмалары. Сондықтан Қытайдан келген көліктің бәрін сол фирмаға тіркеу керек тағыны осындағы. Осы Отырар ауданының салығына жәндегіде көлік салығын, мүлік салығын бәрін осыған төлеуге. Кеше өткенде тұрақты комиссияда айттық осыны. Роботының бастығы бар, салықтың бастығы бар, келсінші. Біреуі де келген жоқ, айтылып та қойды. Егер осындай конкретный шешімін толық жәндегіде табылмайтын болса, онда сексияның керегі. Осыған байланысты мұнда сауалнама жіберейік, депутат мақұрат дайындасын. Салық комитетіне, аудандық облыс салық комитетіне, сосын кейін жаңағы департамент біздің управление басқармасына милицияға, одан кейін департамент Түркістан облысқа, мына Қытай мемлекетінде, мына мемлекет мақта өсіру мекемесінде жұмыс істеп жатқан көліктер саны, қайда тіркелгені, осы жөнінде толық ақпарат берулерін сұрап деп ұсыныс дайындаймыз. Одан кейін оны сол ақпаратты бере береді ғой фактически. Оны осында тіркеп, салығын осында тіркеу, осында төлеуге біз мұқтаж жасауымыз керек. Оны содан кейін шешімде жаңа ұсыныс бердік қой, тіркеуге деп. Ал мынаны бізге ақпарат берсін. Тіркеуге деп жаңа берген жоқпыз. Ондай көнбейтін болса, онда басқа жаққа басқа ауданға барсын. Сояқтан жер алып, сояққа ексін өндеміз. Әдеге сол үшін айтып отырмын ғой, мына көліктерді тіркеу деп шешім қабылдайық. Осынша шешім. Ондайда ол мекемені тіркелді майыз пока отыралғаны көзімде, мүлкіде, желіде. Қазақстанның кодексі бойынша Сол мекемені әкелуіміз керек. Жоқ, бұл жерде біз оларды бірігуге шақыруымыз керек. Қазақстанның кодексі бойынша қай жерге, қай ауданға тіркелуге оның өзінің құқысы бар. Және салықты қай облыстың, қай ауданына төлеуге де өзінің құқысы бар. Сондықтан жер осы Отырар ауданының жері. Осы жерден соның жеңісін көрейін деп отыр. Нанын жейін деп отыр. Онда төлейтін бәрін осында төлейсің. Уже депутаттық ұсыныс белгілі ғой. Жаңағы сауалнама жіберді. Сауалнама. мәселелерін
анан бюджетте өзгөрсөңүз. Так, ал көтерип отырган маселелерimiz бул бөлөк маселе. Көпчүлүктүн дайыма осындай талкуулаудан өткүзүп барып ұсыныспен облыска чыгуу керек болот. Бірақ кеше біз осы жерде ауданның бюджетінің кірісін ұлғайту мәселесін көтерді ғой. Міне, өткен тұрақты комиссияда. Ал соны ары қарай орындау мәселесін біз талқылап отырмыз. Ол ары қарай жердегі пункт ішінен пункт шығып отыр. Ол айтқан ұсыныстарыңыз хаттамаға енгізіледі ол айтқандарыңыз. Ал шешімге енгізілмейді ол жаңағы. Шешімге біз ондай не қоя алмаймыз. Нормативный правовой акты дейді. Бұл ана жерге барып юстицияға тіркеледі. Қазір бұның қабылдаған шешімдеріңіз ана жердегі шешімге қайшы келетін болса, тіркелмей қалып кетеді. Тіркелмесе негізін көрсетіп қайтарады. Отырған ештеңе жоқ. Мына жерде Уақыты нақты бюджеттің қазір мен айтамын, бюджеттің қысқартылуы, ұлғайтылуы мәселе болып жатқан кезде ол мәселе тікелей осыған байланысты. Көлігі де тіркеу, біздің жаңа жасап жатқан сауалнамамызда аспаннан алып ештеңеміз жоқ біз анан. Жаңағы көлікті, мына бюджетті талқылап отырып, әлеуметтік жағдай басқаны талқылап жатқан жоқпыз ғой. Енді осы мәселе бойынша жаңағы ұсыныс берді, жаңағыдай шешімге біз көрсетуіміз керек. Тіркеу тиіс дейміз. Содан кейін жаңағы мына көліктерге мына жөндеу жөнінде де мына жолды. Өйткені осының бәрі қаржыға алып тіреледі. Қаржы болмаса қайықта мына қысқартылады, кісі ұлғайтады. Мәселе осы бюджет. Оған әке мәселе көтеріліп отыр. Ана жоқ, бұл сұраққа қойылған Ал мынау Ақшоқат пен Темірдің ортасында тас жол 6 километр төселді. Общий суммасы сметный стоимость 72 миллион. 10 миллионға қалай төселеді? Переводящий ма? Жол бойынша болып жатыр ғой. Жол бойынша ғой. Облыстың беріп жатқан транспорттер болып келеді. Ескі негізінде тауып кетті. Қай жерден бастадым дейді. Қай жерден бастайды? Келесі бет қой, ағымдағы саналы трансфертте ұлғайтылған қаржы. Транспорттер Ауыл есігі. транспорттер ұлғайтылды. Жалпы көлемі 1 миллиард 71 миллион 300 мың теңгеге, оның ішінде ауыл еңбек жобасы аясында өткенде өзіңіз білесіздер, бізде қабылданған. Басында екісін ауысып жанында өсек өтіш үйге отыр екен ауысып. жыл басында берілген 548 миллион берілген қаржыға қосымша 75 миллион теңге берілген. Қоғам ауыл округі Отырар ауданы қоғам ауыл округі қоғам елді мекені ынтымақ көшесіне орта жөндеуге және мұшкүл елді мекендегі Сарыбас көшелеріне орта жөндеу үшін 75 миллион 140 мың теңге қаржы беріліп отыр. Жыл басындағы 548 миллион теңгенің үстіне. Аяқ жол және жарықтандыру бойынша Отырар ауданы Балтөбел ауылындағы Тәубебай Әбуов көшесіне аяқ жол жарықтандыру үшін 65 миллион 155 теңге қаржы беріліп отыр. Ауызсу жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша жалпы көлемі 931 миллион 40 мың теңге келіп отыр. Оның ішінде Қостөрек, Аққұм, Жаңашылық ауылдарының ауызсу жүйелерін ағымдағы жөндеуге 154 миллион 898 мың теңге. Балтөбел ауылы округі Көлқұдық ауылы және Көксарай ауылы Шеңгелді ауылы ауызсу жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарына 142 миллион 678 мың теңге беріліп отыр. Қарақоңыр ауылы округі Қарақоңыр ауылы және Темір ауылы округі Отырар ауылы ауызсу жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмыстары үшін 145 миллион 640 мың теңге беріліп отыр. Ақтөбе ауылы округі Ақтөбе ауылы және Шілік ауылы округі Ескі Шілік ауылы ауызсу жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмыстары үшін 152 миллион 304 мың теңге беріліп отыр. Қарақоңыр ауылы округі Қоспен және Шамшы Қалдаяқ ауылдарының ауызсу жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмыстары үшін 131 миллион 812 мың теңге беріліп отыр. Және Маяқмауыл округі Маяқмауыл ауылы ауызсу жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмыстары үшін 53 миллион 708 мың теңге беріліп отыр. Жалпы көлемі 931 миллион теңге берілді. Нысаналы даму транспорттері ұлғайтылып отыр, оның ішінде Жаңағы өтініш бойынша енді мынау дәл осы пункт бойынша сұрақтарыңыз болса,
Yok, жалғастырып здравствуйте, до конца түсінсін. Жоқ, ана ауыл медресесі бойынша мынау ауыстырулар бойынша бірнеше осы жерде депутаттар салада 3 ауыл бар, 4 ауыл бойынша 5 миллион, 2 миллион соның ішінде талдап ай ауылы бөліп береміз деген бөліп береміз деген. иә карт бердің кандидат сіздердің бәрін секретарь болды. жер сакен районы сізден бердіңіздер. Сәкен ағайын. мен бердім қазір Жоқ қой, бір шайсы. Өзің бердіңіз ба? Анаған айтып отыр. Сұраған адамға берген жоқ. Ben de сұрадым сіз. Жоқ, именно нұра ақтөбемесшілік белді территорияның маңында. Жоқ, мынау 5 миллион 600 Қадамыз Менен алысысы жаңа дайын болса кісілердің өткесі. енді мына осы бойынша сұрақ қою керек. Көбейте береді. Мына трансферный айтылған қаржы бойынша да мысалға белгілі көрсетілген отырараудан және соңға шейін ауыз суды жаңағыдай батырмен түсіндіреді мысалға. Жаңағы көксарай шеңгелін көрсетсе мысалы. Алтыкөл мен Көкөк несін көрсетсе артында оның астында тағы да айтылған 1 миллиард ақша көрсетілді. Трансферттен келген ақша. Бұл жерде бір көрсетесің. Мына жақта тағы да оны. Қарсы біреу бар, біреу құрылыстай болды. Біреу Ауылда емес. Балтакөл Мына жерде көрсет ауыз су. Сендерден мына жерде қайда? Ауыз су желілерін ғимараттарын қайта құру деп тұр. Ол жерде қайта құрылған жерде мұнда қайта құрылып жатқан жерде қайта салып жатқан жерде қаяқтағы жөндеу. Ағымдағы жөндеу, қаяқтағы ағымдағы жөндеу. Өсінбеймін. Екеуі екі бөлек объект қой. жоқ көрдіңіз балтакөлді аледі бір ауыл. Жоқ, бір ауыл емес ол округ. Ал енді Көлқұдық, мысалы Отырар ауданы, Балтакөл ауыл округі, Үтір, одан кейін Көлтоғал, Көлқұдық ауылы және Көктар. Мына Балтакөл ауыл округі деп мына біріншісінде көрсетіп тұр. Отырар ауданы деп, иә? Одан кейін мына жақта да Түркістан облысы Отырар Балтакөл ауыл округі деп көрсетіп тұр. Жақында бір мәселе көрмейсіз. Отырар ауданы, Балтакөл ауыл округі, Көлқұдық ауылы. Және бұл жерде Көлқұдық ауылы. Және Көксарай ауыл округі, Шеңгелді ауылы. Сонда Көлқұдық пен Шеңгелді ауылы жазылды. Астындағы реконструкцияда именно Отырар ауданы, Балтакөл ауыл округі, Балтакөл елді мекені. Бұл жерде Балтакөлге беріліп тұр ақша. Құрылыс Балтакөл. Астында тағы Түркістан Отырар Балтакөл елді мекені ауылсын. Бұл жерде Ақкөлдің өзіне берді. Оны бөліп. Көрдіңіз ме сіздер? Балтакөлді бөліп Жоқ, округты берді, қателескен округты жазған қателескен. Балтакөлді ақ бөлім бөліп, жаңағы Көлқұдығын бөліп, өзінің бөлек бересіздер да, қалған ауылдың бәрі округының бәрін бірге бір арасында тұсылман көрсетіп бересіздер. Сонда қайсысына қанша болады? Тағы жаңа айтып тұрған жігіттердің кешегі айтып тұрған сол мәселе. жаңадан келіп жатыр. Ол бір содан кейін мына Отырарда Маяқұм ауыл округі, Маяқұм ауыз су жүйелі ағымдағы жөндеу, қаяқтағы ағымдағы жөндеу. Бұл жерде капиталды қазылып жатқан нәрсе ғой бұлар жаңағы. Бұл қалай ағымдағы жөндеу болып істейді? Қазылып жатқан жұмыс болғанда смета бойынша текущий ремонтқа берілді. Берді бізге проект бойынша қаржы берілмеген. Оның негізінде суммасы 1 миллиард чем-то, 1 миллиард 500 миллион. Ол бөлек қой. Ол бөлек. Ол sistemада қазір проблеманы шешу үшін қазір кеше өзің білесің, су тоқтады, лай шықты, тас шықты. Сол мәселені аяқ астынан шешу үшін скважинаны қазып, кеткен жерлердің бәрін жөндеп беру үшін сметамен тек қана текущий ремонт. Жоқ, бірақ түсіндім. Енді ол жерде не тұрады ғой. Текущий жасайсың, егер мысалы ол жарамай қалған болса, бетон цемент шығады. Мұха, оның мынандай капитальный строительство сервис бар. Новый строительство. Әдейі қойсын. Ал енді қазір скважина қазып жатсыңдар. Ол жерде жоқ деп отырсыңдар. Ақша беру үшін капитальный деп береді. Ол берсе басқа новый строительство. Сметада скважина Ақша берсе бұл емес пе? одан кейін судың жайылдегі 4 километр труба тарту бар. Плюс кешегі айтып жатқан арық шетіндегі байлар деген ауыл бөлек. Ояғына башня қойылу бар. Сөйтіп ауылды сумен қамтамасыз ету. Жалпы істелген реконструкцияға 1 миллиард жаңағы 500 миллион бөлек. Ол республикаға өтіп болған, ол ақша республикада болған, ақша берілген жоқ.
бірақ берілуі мүмкін, бірақ ол берілген жағдайда мына біз қазір осының ішіне берілген жағдайда біз қайтадан проектні неге корректировка жасаймыз, бүйтеміз де оның ішіне істелген жұмыстарды алып тастап қайтып береміз. Ол қазір жасалып отыр ғой бәрі. Енді соның ішіне айтқым республикаға ұсынып қойдық. Ол қазір қолдау беріп отыр. Біз қайтадан аламыз да оны сметаны проектіге экспедиция өткізу үшін қайтадан реконструкция Ағымдағы жөндеу бөлек, қазір сыйлыққа жігіттер бөлек. Бөлек, иә. Ана жігіттермен сөйлесіп отырмын. Олар айтып отыр, аға біз деген қазір қаржылығын тығатса 1250 метр қазамыз дейді. Содан кейін барып трубасы саламыз дейді. Ана сен айтасың. ол республикаға өтіп қойды. Бұл жағы. Біздің бұға қайта жүрген арқасында біз ана проект ол жабыстаған жоқ, ол дайын тұр. Біз қарсы қарасақ ол басқан жоқ. Видеоны сол суламасаң қош ағарды. Менде бар сұрақ болды ғой. Айтып отыр ғой енді сұрақ жауап берейік та. ұланбаса шықты деді. Жоқ, ондай емес. Ақшаны беру тәртібі емес қой. Новый средства бере алмайды. Жерде болды емес ақшаны. Түсініп тұрмайды. Мына жерде кешегі Этно ауылдан өткен сен жау өткен жолы Жоқ, Сәкен сөйлесін. оған жеткен жоқ. қариялар жоқ асып кетіппіз ғой. Этно ауыл жөнінде Оған жеткен жоқ сен. Сәкен жайлап келе жатыр соған. Жеткен жоқ. қағазды артына Болды, ауызсыздан өтейік та. Келе қойсаңда келе береді Сәкен. Аңғары кетеді, аңғары. Ауызсыздан Иә. Жалпы кірістер бойынша 670 миллион 230 теңге олар болды. Оның ішінде жеке табысталып 450 миллион теңгеге. Кейбір азаматтардың солардың жеке табысталығына 9 миллион 535 теңге және былтырғы жылғы 24 жылға бюджет қаражатының бос қалдықтарынан 213 миллион 696 теңге қалыптасқан. Жалпы көлемі үшеуін қосқан кезде 670 миллион 230 теңге құрап отыр. Бұл кірістер бойынша ұлғайтылған қаржы. Беретін осы шығыстар бойынша қысқартылған қаржымыз қазір 228 миллион 836 теңгені құрап отыр. Оның ішінде жұмыспен қамту бөлімі жаңа пайдаланатын әлеуметтік көмек бөлімінің жабылуына байланысты 18 миллион 320 мың теңге қысқартылды. Бюджет коммуналдық мемлекеттік мекемесінің алпыс маманның айлық жалақысын қысқартылды 19 миллион 470 теңгеге. Тұрғын үй бөлімі Шәмшіқазақ елдеріндегі ауыз су жүйесінің ағымдағы жөндеу жұмыстарынан олардың қаралған 18 миллион қысқартып отырмыз. Шеңгелді елді мекеніндегі ауыз су жүйесінің ағымдағы жөндеу жұмыстарынан 15 миллион теңге қысқартылып отыр. Көлқұдық елді мекеніндегі ауыз су жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстары үшін берілген 13 миллион теңге қысқартылып отыр. Аяқмал округі Қостерек елді мекеніндегі ауыз су жүйесінің ағымдағы жөндеу жұмыстарынан 85 миллион теңге қысқартылып отыр. Шеңгелді ауылынан спорт алаңшасын салудан қысқарту 13 миллион теңге қысқартылып отыр. Тұрауданның кіреберіс қақпа абаттандыру Түркістан Шәуілдір бағытындағы жобасында қаралған 39 миллион 41 мың теңге қысқартылып отыр. Мұқшыр ауылындағы орталық жылу қазандығын төлеуден жобалық сметалық құжаттарын әзірлеу жобасында 4 миллион теңге қаралған болатын, оны 4 миллион теңге қысқартылып отыр. Және Шәуілдір ауылындағы көпқабатты қызметтік тұрғын үйге модульдік қазандық құрылысын жобалық сметалық құжаттар әзірлеуден 4 миллион теңге қысқартылып отыр. Жалпы көлемі 228 миллион 836 теңгеден көмектеген кәсіпкерді қосқан кезде 902 миллион 67 теңгені құрап отыр. Қазір 902 миллион 67 теңгенің шығыстар бойынша бағытталуын көтеретін. Бірінші аудан әкімі аппаратына бейне конференц байланыс құрылысын сатып алуға 7 миллион 367 теңге бағытталып отыр. Қызметке жаңадан сайланған мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру курстарына ақы төлеу үшін 1 миллион 725 теңге және экономика және қаржы бөлімімен жыл соңында қалған пайдаланбай қалған қаржыны 12 теңгеге бағыттап отырмыз. Келесі аудандық мәслихат аппаратына. Мына сұрақ қойып кетті ме деген ана ең бірінші жеке табыс салығы шетелдерде солатындар кете бермесе. Бір сәтсіз кетпеген ситуация кетіп қалды. Екі реактивтер мына жеке табыс салығы дейді. 450 миллион бізге да? Маған 17 декабрь 24 жылы облыстан
өзіңе де келді. Корпоратив табыс салығы қайда мына жерде көрсетті? Бұлар көрсетіп отыр, корпоратив табыс салығы 340 миллион, соның 170 миллионы шәуілдерге деп бізге отырады. Қайда ол ақша? Не көрсетті? бұл сессияға қатысы жоқ қой, соның басында бекітіп қойған қаржы болсын. Ол бекітіп болған болса, мынау енді соған қосымша ма жоқ? Жоқ. Бұл жеке табыс салығы, корпоратив салығы. Енді жеке табыс салығы бойынша да мысалы бұлар көрсетіп отыр 1 миллиард 659 мың дейді. Қалғанда 50% бізге жіберіп отыр 829-ға енді 450 қосылады ғой бізге. Ол көбейіп жатыр. Көбейіп жатыр. Мынаны уже мынаны бері бекітіп қойған. Ол бекітті ғой. Асқарда өткенде бұл іс кетіп қалған. Осының бәрі обсуждение жасадық қой біз. Бұл іші шықты да кетіп қалды. Енді қайттан сұрап отырғанымыз Бұл мәселе бюджетте болған жоқ ол. Болды ғой? Бірақ комиссия деген ол сессия емес. Құрметті депутаттар, құрметті депутаттар, қысқартуға жоқ айтсақшы. сұрақты нақты қойыңыздар, регламент сақтаңыздар, сұрақты нақты қойыңыздар. Кешегі алдыңғы деген сөз Енді үшін сұрағында қарғақ сұқтар бойынша 9 өкілігі білейді. Иә. жаңа енді атап кеттім, ауыл әкімнің аппараты жаңағы мәслихатқа келіп мекеме қажеттіге байланысты Бұларға мен тағы сұрағым бар. Мына 85 миллион неге қысқартып отыр қосыректен? Жоқ, тағы да сұрақ. Мына әкім сұрап отыр. қосымша қаржы келіп отыр ғой. Ол өткенде ол тұрақты комиссия, мынау сессия жүр. 85 миллион түсіндір, неге қысқартып отыр? Сіздер айтып берейікші. Айта береді. Сіздер анау Ел біліп отырсың. жыл басында жергілікті бюджеттің елді ауызсумен қамтамасыз етуге қаралған 85 миллионды кезде біз облыстан тағы қаржы сұрап басқа ауылдар толып тұр. Сол кезде сойға ұсындық та, сол кезде ол жерде мақұлданып, сол ақша облыстан берілетін болғандықтан оны біз қысқартып басқа бағыттарға ұсынылды. Бірақ облыстан ол қаржы келетін болды. Қазір мына тізімі алдыңызда тұр. Сол жұмыстар атқарылады. Сол жұмыстар деген ақшаны бері тартылса да қазір шығады. Одан дұрыс сол бір ақша қарай алмайсың өзің болды. Наоборот, өз ақшаны Осы керек 85 миллион 457 мың теңге деп тұр ғой. мәслихат аппараты мекеме қажеттігіне байланысты бір комитет тауарлар және қоғамдық кеңестің бөлімі мәслихат аппаратына жүктеуге қоғамдық кеңестердің жұмысын үйлестіру. Сондықтан 950 теңгені бағыттап отырмыз. Әзірге бір шүден айтуды қажет бар ма? Әрлеу күн оның бәрін мақұл. Қысқаша айтсаңшы, оның бәрі кешке дейін отырасыз болсын. Материал қолдануда нақты айтып келген Құрметті депутаттар, өткендегі өздеріңіз ұсыныстарыңыз бойынша График беріпсіңдер, ең соңында. Қазір бұл берді ол. ұсынылған көшеміздің біреуі қалды. Қалғандарын кеше Атырау Шеңгел ауылына спорт жабық кешенін салу. Сонымен біте ма бұл не бастама? Шеңгелде қанша адам тұрады, қанша халық бар, қанша үй бар. Сіздердің списіктеріңізде 2000 бар, бұл жерде 1000 тұруы мүмкін. Оның ішінде қанша бала ойнайды. ауыл округі емес ол, ауыл округі. Артық шетке барып жабық стадион салуға. Жабық стадион салуға. Енді сіздерге ұсынылған болатын, сіздерге өткен жолы Шеңгел ауылынан спорт алаңшасын салуға жыл басында 13 миллион қараған. Жоқ, бұл қандай спорт алаңшы? Енді бұны солтүстік бөліміне ауыстырып отырмыз, спорт кешенін салуға жабық. Жоқ, ол тұсыға керек. Бұл жерде мен түсіндіріп айтып кетейінші, депутаттар сіздерге де осы жерде айтайын келетін мәселе. 2 жылдың басында ауыл округіне ашық спорт алаңшасын салуға
қаржы қарағанбыз. Жалпы сол ауылдың тұрғыны диагностистер берген сіз. Сол кісі келіп, осы 13 миллион несиеден қойып беріп, қалған облыстан өзім барып өтірік алып келемін деген мәселесін айтты. Бірақ бұның толық сумасы 350 миллион бұл ақша. Ол биылғы жылына ол жақтан енді білмеймін, енді қаржы қаралу екіталай. Биылғы жылы Көксарайдың депутаттары ренжіп жүр дейді, біздің ауылда қазір маған былай отырсаңыздар ештеңе салмай қояйын деп. Мүмкін осы сіздер дауыс алуға ұсыныс осында былай қолдайсыздар ма, жоқ или сол ашық спорт алаңшасы қалсын десе, қосымша қаржысын беріп, биыл балдар ойлайтын ашық спорт алаңшасын салып берейік. Осы жағы дұрыс қой. Сол ашық болмаңыз. Ал ананың қайда қаржы бөлінеді. Менде мысалы Қарғалы ауыл әкімшілігінде ортасында Қарғалымен отырарға мен де соққым келеді жабық алаңшаны. Бізде ақша жетпегеннен кейін үндемей отырмыз ғой. Мен енді Ондай болса мынаны қазір ауыстырмай осы бір күйде қалдырып қосымша Сафина террористімізді тауып беріп ашық спорт алаңшасын ертең жабық салатын болған екен, тағы бір аламыз. Жоқ, жабық салу үшін жүгіріп жүр қазір облыстан тұрайын деп. келсе Бұл қаламаса онда ашық Көксарайдың өзінен салады шегелген. шешім қабылдаңыздар. Ауылдар жасап жүр, шешілген екен, екі ауыл болғанда. Округ орталығы емес қой, округ Көксарай болса мақұл. Ауыл орталығынан Шеңгелді емес, Көксарайдың өзіне салайық деп тұр ғой. аны ертең осы облысқа жүріп ақша келеміз, анау бостық қаламасын бәрінде. онда Көксарайға салады. Көксарайға Шын болар. Ізден ақша бар, облыстан келесіміз кәдімгі облыстан. Халқы көп қой. Болды ма? Бұл жерде де жаңа қайрекін айтып тұрды сәрі. Мынандай ғой, бұл 13 миллионды бұлар как переходящий қазір алғысы бар да, бастақысы бар. Фактически бұлар өздерінің проект сметінің документін өз ақшасын жасап қойған. Енді ары қарай сосын облыстан қосымша қаржыны өзім әкеліп бергеннен кейін ғана біз кезіндегі ашық енді тоқтатып отырмыз. Енді ашықтықта болмай, жабылда болмаса, онда ол не болды сонда? Басталғаннан кейін Онда осы жаңа депутаттың ұсынысы Көксарайға ауыстырғызып, жаңағы бәрі қаржы қарап тұр. Шеңгелдік салды, Көксарайға салды, райысы жоқ. Көксарайда қазір жабық спорт комплексі бар. Неде жоқ? Шеңгелді Шеңгелді ашығын қалыңыздар оны. Шеңгелді де қалдырамыз оны. Ашық па? Ашық. Қарекет бұл Міне жерде жаңа айтып қалдыңыз ғой, анау Көксарайда жоқ па ашық бойынша. Көксарай ашығын тап бер деп отыр, ашығын. Көксарайда хотя біреуі бар ма? Жоқ, 3 километр, 3 километр ауылы. Қазір кешкі жағын барсаң, күніге 20 балама 30 бала суару керек деп көрдім мәшін. Шеңгелді ауылында да ешнәрсе жоқ болса енді оны Шеңгелді ештеңе жоқ. Енді оны былтырда қарадық. Шеңгелді былтырда қарадық. Содан кейін жабық қыламыз деп ауыстырып жіберді. Ақша қайып келді. Ал енді қазір мына 13 миллион жабыққа беріп қойсақ, бұл ақша бюджетте жоқ, басқа да жоқ, сонымен бұл ақша жоқ болып кетеді. Одан да жаңағы бір нәрсе Онда бұлай келсек, Шеңгелді де сол үйде қалдырамыз. Бір өтініш. Адам санын бағана бері айтып жатсыздар ғой, бізге бірақ дәлмей үшін отырар ауданының бір азаматының өзі маған қанды. Бірақ енді мынау жөніндегі Алтайдың өтініші бойынша ақтар қара дейтін болсақ, оның елді мекенінде бершек 3 километр. Елдің ортасында жоқ. Көксарайға ауыстырып берейік тағыны. Шеңгелдің өзінде 10 жылдық мектеп бар. Халқын саны ести берді. ашықта қалдырайық. Ертең тағы ол кісі жабығын салдырамын деп сметаны жасап қойғанда анау босқа қалады ғой. Егер қазір 13 миллионмен бастаса, басталған тәрек аяқтау ертең ақшаның бәрін тағы беру керек қой. Онда бұлай келсек, сол Шеңгелдіде бұлай келсек, Шеңгелдіде ашық тұра берсін. Ертең жаздың күні жөнделген қаржылар бұларымызды сол ертең Көксарайға жаңа салғызып беру мәселесін қосып жатар еді. Жоқ, бұның айтып отқан яғына Шеңгелді елді мекенінен ертең ақша алып келген жағдайда ашықта жабықта кішкентай елді мекенде 2 алаң дейді. Ал әзірге мынау егер жабық салынатын болса, Шеңгелді жабық салынатын болса, ол мәңгілік не болып қалады. Ал мына ақшаны қаржыландыру жабық салынбаса ештеңе болмай қалайын деп тұр ғой. Салу екі талай бар. Одан айырып қаласыз қазір 13 миллионды айырып қаласыз. Осы айтып отырмын ғой. оның үстіне айырылайын деп отқан ешкім жоқ. Болды, қайда
Бұл балалар спорт алаңшасы дейді. Ашық алаң ғой. Ашық ғой. Осы үйге тастап Ғаламшылық қалсын. Тоқсан мәселелер Жаққа ақша келіп жатса, оны ауыстыра алмай ғой. Мен істеп жатсам. Келесі сұрақтарыңыз болса, келесі өтірге. Астарыңызда қандай сұрақтар? Мен Дарьяда Бергарова неге жаңа қайда этноауылдары қайда Орынбасар. келді ғой этноауыл келді Сұрақ қалдым ақтауға. жоқ тағы этноауыл өткенде Нұржан Көзішұлы. Дарьяда Бергарова дейді деп жатыр. Неге қосып мынандай ғой енді жаңағы ынталы деп айттық қой. Ынталының өзін ауыл әкімшілігі кетіп қалды, енді ауыл әкімі болмағаннан кейін Қайрекеде анада біраз нәрсе қозғалған, өздеріңіз сараптарыңыздан да енді біраз нәрсені көрдік. Істетіп жатсыздар, жаңағы жерді қайтару бойынша да жаңағы істеліп жатыр. Енді сол халықтың өтініші бойынша сол бір көшеге освещение жүргізбек ауыл әкімшілігі біледі. Ынталы елді мекеннің ішінде бір освещение жоқ. Осы мәселені қозғайды. бір көше ғой свет. 4 көше бар. Соны бір көшесіне қосып берсеңіздер, арт шетімен өзім спонсорлық беріп өзім реттеп аламын. Бастап берсеңіздер болды. Одан кейін тағы бір мәселе бар. Шәуілдір ауыл округінің елдің үйінің ортасының территориясында кішкентай балдар жерлейтін мазарат бар. Бұл қазір ол жерді көрсеңіздер енді былайынан бір нәрсе бар. Ынталға кіреберсін. Ол жерде де шүбелі жеу мәселесі болады. Кішкентай балдар келең болмайды ғой. Қазір халық сондай шулап жатыр. Соның қоршауының өзі реттелмеген. Осы мәселені қарасаңыз. Қалған нәрселер бізде Ондасынов көшесі ғой. Сосын қалған көшелерді өздеріміз жоспарымызда бар. Оны өзіңізбен ақылдасамыз. Енді қазір мынау Нәрбай Қозатұру Яншы его бәрі тұр. Ондасынов айналма көшеміз. Былтыр қыстың күні кирковать етіп бетін ақ кеткен. Айтсаңшы, жылдарға ақшасы қысқап сатып қой. Соны істетсек болды, естімек бірақ, соны істесек болды. Осы уточнение қарып беріп, жағынан кіріп береді. Одан кейін тағы бір мәселе. Енді маған көпшіліктің, халықтың келген нәрсесін айтайын, енді сол сайланған кезде общий чат бар еді, сол чатта сақталған, сол чаттан келеді, постоянно келіп отыр. Қастарыңызда тұрған ойын алаңшаны көрмейсіздер дейді. Кәсіпкерліктің алдында тұрған ойын алаңшаны қалай болса солай тұр. Іші қашан көрсең абырсып жатады. Ана сынып кеткені былай тұрсын, бұл біраз элементке жарамайды. Ол қазір Сәкеге айтсам, ол ауыл әкім бюджетінен өтіп кеткен ба, Сәке сондай? Шәуілдір ауыл округінен өтіп кеткен. Бұл кісілерге не айтсаң бір нәрсе дейді. Түсініктемеге рет келтіреміз. Осы мәселе бұл, басқа Келтіреміз. Рахмет, басқа өз балансындағы жауап беру керек. басқа сұрақ. Сұрақ менде мынау көп қойды деп айырып естіген. Қалдаяқ ауылы елді мекеніндегі бұл жабық алаңшасында 2% 14 миллион дейді. Ол не ақша? Неге дополнительно ақша қарастырылған ба үстіне? Или нәрсеге жетпей қалған ба? Ұтып алған адамдар қиналып жатыр ма? Емес. Таң болғанға қарай қарап отырмыз. Облыстық бюджеттен қаралған қаржы 7 миллион теңге. Облыстан қаралған қаржы бар. Одан бюджеттен 2% қаралған теңге. Бюджеттен қаралған қаржы бар. Облыс 10% қаралған. 5 миллион теңге. Осы қаржы. Басқа қандай сұрақ бар? Енді ешкім айтқысы келмей отыр ма? Этноауылдың әңгімесі. Мына жерде өткен тұрақты комиссияда 30 миллионнан 6 миллион қарап алады. Қазір бір күн, 2 күн өте егеселеніп тұр. Неге Сіздердің проектті алып береді. Сома келіп көрсеңіздер алдым. Оларды қысқартып. Неге бұл этноауыл, неге керекті болып отыр? Енді этноауыл бізде Отырартөбеде бар. Бұл этноауылдың ақшасын әлеуметтік көмекке 20 миллион ақша шықты ғой, соны неге бермейміз? Неге бұл этноауыл кеше өткен жылғы 140 миллионды білесіздер бөлген қалай тұр қазір? Анау стоянкіменен бар отыр. 140 миллион ақша, 150 миллион ақша бөлінді.
ол сол күйі қалады. Қазір мынау 120 миллион, бұл да сол күйі қалады, 4 киіз үй. Бұны одан да жаңағы жетпей жатқан әлеуметтік көмекке берейік, мен депутаттар қолдайды деп ойлаймын, өйткені мынаның бәрі далада қалып тұр. Бұны анық этноауыл киіз үйге жаңа қонақтарға керек болып жататын болса, жеке кәсіпкерлерге ұсынса, жеке кәсіпкерлерге салып мынаны 4 киіз үй өздері өзінің үйіндегідей қарайды. Мынаны біз қазір саламыз қалады. Оған қарауыл, оған тағы свет, су, қырым шығын болады. Бұның мен негізсіз деп ойлаймын. Мынау өте бір дұрыс емес нәрсе. Кеше жылда басында Жолға жетпейтін қаражат бар, әлеуметтік көмек бар. Соған жіберейік та, этноауыл түпке тұрғысыз нәрсе бұл. Оларымыздан материалдар біз кейін қаржы өздерінің ұсыныстарына көп беріп отырмыз. Біз ешқандай ұсыныс жасаған жоқ, мен қарсы болғанмын. Жауап берейін. Негізі енді біз білесіздер ғой, Арыстанбапқа келетін қонақтар шетелден көп келеді. Жан-жағының бәрі топырақтан бұл қырдың сырдың шаншылады. Аудамызда туризм дамытамыз, туризмде жағдай жасаймыз дейміз, бірақ іште істелмей отыр. Ол жерде жаңа кеше былтырғы салынған нәрсе, ол қазір жердің мәселесімен тұр, ертең сенімдік басқаруға береміз. Алтына жаңағы блогы, кофе, бірінкі отырып шай тамақ ішетін кәсіпкерлер келіп. Ол жерде просто жердің мәселесі шешілмей тұр. Осы 2-3 аптаның ішінде сенімгерлік басқаруға береміз, соның алдында жаңа сол жерде жаңағы кәсіпкерлік дамыған болады. Ал мынау этноауылда енді Арыстанбаптың жан-жағын бәрі шашылып жатыр. Білмеймін, енді этноауыл болмаса басқа нәрсе істеуіміз керек. Басқа нәрсе ойлап табыңыздар. Этноауыл деген, мен сізге қайректі сөзіңізді берейін, айтып өтпейсіз. Мен бірнеше жерде болдым, даже Көкшетауда, Бурабайда этноауыл соққан пәлен миллиардқа сол күйі жатыр. Этноауыл деген далада қалатын нәрсе. Басқа нәрсе ойлап табыңыздар. Басқа креативный нәрселер бар. Басқа нәрсені қараса, туристерді тартатын. Туристер кірмейді де оған, мен сізге айтайын. олар жағдай жасаса кіреді, қатар кірмейді. Этноауыл проект бар ма? Смета. Смета болғанда. Жоқ, сметасымен. Проект бар ма? Эксперт. Қайда эксперт болсын? Жоқ қой, ол сендерде проекттер жоқ, эксперт проекті топшысы жоқ қой. Мына эскизini көрсетіп қойған. Эскизini көрсетеді, басқа не бар? Бұл жерде бұндай жаңағы нәрсеге үлкен проект жасап, бұда жоқ үлкен проект жасап, 500-600 миллион шығар. Бұл сметамен салуға құрушы біреу болады, сметамен. Енді сәкенге бір қосып кетейін да. Сорда жүргеннен кейін, сорада басқасында жүргеннен кейін білеміз, алдындағы объекттеріне істелген, главный қақпаның алдындағы істелген, осыдан бір 4-5 жыл бұрынғы істелген объекттерді шешіп өзіңіз барып, сметін қадағалап жақтырдыңыз. Сол смет енді жанды. Мысалға да, кәдеге да, соның астындағы өздігінен ағып тұратын фонтан сулардың өзі ақпай қолмен суға жүреді. Оны бүкіл аудан барып, бүкіл мекемемен барып қарайсыздар. Проблема. Ол музейге өтеді деді сенімгерлік бастапында. Уақытша аласыздар, уақытша сенімгерлікпен аласыздар, объектін істейсіздерді қайтадан өзіне бересіздер. Одан кейін ол бақылары бар. Мен енді істесеңіздер істеймін, қолдаймын. Бірақ бізде туризм уақытындағы нәрсе болғаннан кейін, бұл сезонный болғаннан кейін, бұл қыстың күні қалады. Сондықтан онда біз қосымша қарастырайық. Пока қаржы тұра берсін. Тағы бір сөз. Просто мынау туризмді ақыр дамытқымыз келіп жатыр ғой. Мынау гостиницаның айналасындағы мынау мал сою нелері, алаңшалар бар ғой. Соны неге бір централизованный бір жеке бір басқа бір адамға беріп па. Қазір барсаңыз, қонаға барсаңыз, ойына келген бағасын айтады малдың да. Сосын ішек қарны тастайды. Оның бәрі не ғой? Киелі жерді айтып отырмыз. Сіз жауап бермей ақтыңыз. Мен просто ұсыныс айтып отырмын. Соған бір сол мал сою несін кішкентай реттеп, соның енді келетін адам барлығы мал сойғызады. Сол малдың сойғызатын орнын, бәрін әдетті кірсең адам болады ананың ішінде. Ойны тек салу. Жоқ, бұл жерде керегі дискуссия. Ол бойынша білем, естуім бар. Жаңағы гостиницалардың алдына келген қонақтарды айтып жатыр. Оны қазір заң шығып кетті. Сол жерге бір единый бір цех бірден салдыру мәселесі. Салдыру керек. Кәсіпкерге айтсаңыз, кәсіпкер салады ғой, любой кәсіпкер әдемі қылып салады. Сосын бағасын көтермесін. Енді ол бір жетіскеннен келіп отқан жоқ қой бұл жерге. Ол баға мәселесі жеке
шаруаның мәселесі бар. Жоқ, келісім шартқа бір отырып меморандум болып кімге қарайды? Мешіттің өзі Мешіттің өзі болады, біз қатысымыз қанша? Мысалға соған келіп жатқан қаржы, жаратып жатқан қаржы кім қалды қалап отырмыз? олар өздерінің жағына. Ал өздері болатын болса, ол немереге саламыз біз? Мынандай мен бір түсіндіріп айтып кетейінші. Біз бәрімізді сұрайық, осы қаржысы қанша жылда кетіп жатқан, қайда кетіп жатыр? Қалай жаратып жатыр? Жоқ. болмайды. Мәселе Осы алдағы сессияда осы астанбап Астанбақтың жерін, мысалға мешіт, ана молдалар дейсіздер. Ана қалған жұмыста жаңа мал сойы бар, адам күтуі бар, басқа ғимараттары бар. Жекеменшік болатын болса, жекеменшік болсын, бәрі осы есебін бермей ме екен мына? Бәленбай түсіп жатыр. Осының бәленбайы алдағы сессияға арнайы қояйықшы. Арыстанбап бойынша жылға байланысты етін алып жатса, енді мынау айналма жолдан поштадан бастап қоғамға қарай жүретін болсаңыздар, белгілі нешеден кәсіпкер нысандар тұр. Қазір қалдарының бәрі соғысты, ешқайсысы қарамай декларацияленбейді, тозығы жеткен бәрі. Осы мәселе бойынша айналысқан адамдар жаңа ескертіп, заправкілер тұр қазір, көрсеңіздер адам болған. Солардың алдына егер жаңағы етін алуға деп отырса, қаражатты жарату керек болатын сол қоғамға дейін қоршайтты, соның екі берсін. Ана үйлер бар, жаман үйлер. Алдын адам болады ана үйлерде. Жағдай жоқ, неше түрлі адам бар ғой. Бірақ біз ауданымызды жақсы жағынан көрсету үшін сол жерлерді істеп, екі бетті абаттандырады. Етін аудан. түсінікті. Ол етін ауылды пока вопрос ашық, бізде бастамайды. Пока қаржы сол бір программа сол жерді істетсек, екі жолдың екі бетін. Онdan нарағы ол енді. Қаржыны қалдырасың. Бәреке өзіңізге де бір ұсыныс айтқан ғой, осы музейден бастап қой былайға. Бір района бар, Жамбыл мектебіне Ынталыға дейінгі, Арыстанбапқа дейінгі жолдың екі бетін қарасаңыз істеп, енді. түсінікті. Ол жағы әлі жол біткен жоқ. Ол жан жағынан обочиналар біткен жоқ. Содан кейін қатты шашылады. Бірақ жаңа айтқан әңгіме қосылады. Заправка шашылып жатыр, ана көп кәсіпкер нысандардың бәрі тозып жатыр. Бірақ біз оған бюджеттен қаржы қараймаймыз. Ол кәсіпкер өздері істеу керек. Бірақ жан жағын абаттандыру жағы басқа мәселесі, аудан қарайтын мәселесі. Сонымен қосымша ұсыныспен айтамыз. Қайрекеде кеше біз бір-екі 3-4 депутаттар көргенбіз, жалпы шығып. Сол кезде мына антаның тұсында жатуындар бар ғой. Көңіл бар ғой, көңіл. Жаңағы жеке мәселелерді қойып көтерейік. Мына Арыстанбаптың қаржысы келіп жатқан жаңартылуы, ары қарай бердіген мекемеге ма бірдеңе беру керек қой, жауапкершілік болу керек қой. Музейге қарайды ғой. Кеше әлеуметтік Музейге қояды мәселені. сол бірдің айналасы бар екен. Не бойынша, денсаулық саласы бойынша орталық аурухана. Сол жаңағы қаржы сол бір программа ішінде тұрады. Алдағы кезде осындай мәселені қарап шығайық. Жоқ, қандай программа? Абаттандыру программасы сол. Абаттандыру ішінде. Жоқ дейсің? Астанбақтар бар. Жоқ, Қайреке, білеттен анау аурухананың алдын несі өзіңізге тапсырып кеткен. Хорошо, бұл вопрос бойынша бәрімді келесіге көшейік. Болды ғой. Келесі жоқ болды. Біттіңіздер ма? Енді осы бойынша кетті тағы мәселе. Тағы мәселе. Шешім бойынша айтып отыр ғой жаңағы. Мәселелердің өзінің қандай шешім, өзінің территориясында шешім қабылдау құқығы бар қандай болса. Жаңағы көлік туралы сол мәселені қойып отқан сол. Оны міндетті түрде қоюымыз керек. Әкімшілік арай көрсін. Енді жаңағы нормативный акт деп жатыр. Кешеде заңсыз шешім қабылдадық қой мысалы. Алдықта төрағаның өзі өзінің есебіне өзі дауыс берді. Масқара болды ғой бүкіл қазір. Бүкіл ана облысқа дейін, республикаға дейін шулап жатыр. Ондай мәселені мысалы ол кезде мысалы әкімдіктің тыңдап, жоқ, мына көпшілікке түсінікті болу үшін. Әкім дауыс берген жоқ. Өз мәселесіне өз дауыс бермейді ме ешкім? Сонымен сондай заңсыз 6-7 болып шешім қабылданды. Қазірде мысалы сондай заң. Қайрекеге сұрағым келеді, Қайреке, мынау қазір білесіз, автокөліктер жүріп жатыр ғой, рахмет, халқы рахмет айтып жатыр. Енді осының аялдамалары керек болып тұр ғой. Соның әр жерде қазір
Iya, sol. Айналып жатырмыз. Жарайды, жарайды. Реттейміз оны, уақыт кеткіші. Рахмет. Ал, мынау баяндамашқа сұрақ бар ма? Апағына 2 сағат болды. жаңағы 3 миллионды жаңағы проектті басқасы Депутаттардың қақтарысыз ешқандай жаратылмады деген. сессияны бітіріп алайық, одан кейін жаңағы қайрекеңе қойылатын сұрақтар болса елдің ішіндегі тірліктер бойынша кішкене обсуждение жасап алайық. Алдағы уақытта да керек болады ғой. Жауап аласыз. Қайрекен енді тағы кіре бермей осы жерде қойып алғанымыз дұрыс сұрақ Қайрекені. Жоқ, сессияны жауып алайық, одан кейін қойылады. Сессияны жауып алайық, Iya, iya. одан кейін Осы енді жап шек. бірінші баяндаманы баяндамасына сұрақ жоқ болса, осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар, бірақ 120 миллион. Осы ұсыныс пікірлеріңізді айтыңыздар, дауысқа қоямын. Осы шешім қабылдансын деген депутаттардың өзгерістермен толықтырулармен осы шешімді өзгерістермен толықтырылуын қабылдансын деген депутаттардың қолын көтеріп шешім қабылданды. Сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер қаралып бітті. Сессияның жөнінде ұсыныс пікірлер бола ма? Жоқ. Онда